павлодар рухани жаңғыру аясында қазақтың дәстүрлі мың күйі бейне түсірілімінде Дина Нұрпейісованың «Науайы» атты күйін орындайтын боламын. Дина Нұрпейісова қазақ мәдениетінің аса көрнекті өкілдерінің бірі, күйші, композитор. Кішкентай кезінен өнерге құштар Дина әжеміз 4-5 жасында келген кезде естіген күйлерін домбыра пернесіне түсіре бастайды. Осы қызығушылығын байқаған әкесі Кенже 9 жасынан кейін Құрманғазы атамыздың тәрбиесін береді. Құрманғазы атамыз өнерге баулып, өнердің қыр-сырын үйретеді. Дина әжеміз осы уақыттары тырнақалды туындыларын шығара бастайды. 1944 жылы Қазақстан мен Орта Азия Республикасының музыканттарының 10 күндік декадасында Құрманғазының шәкірті 83 жастағы Дина әжеміз өнер көрсетеді. Өзбек халқының ойшылы Науайы жерінде болғандықтан Дина әжеміз сол жерде өнер көрсеткен туындысын Науайы деп атайды.